Қымбатты көрермендер, біз таңғы жаттығумен бір сергіп алдық. Енді біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызда қонағымыз жұмыспен қамту орталығының мониторинг бөлімінің маманы Наргиз Кашаева келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Ең алдымен біз көрермендерімізге айтарымыз, жалпы жұмыспен қамту қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі, сондықтан біздің маманымызға сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Эфир нөмірі 557640. Ал Наргиз ханым, тағы да қош келдіңіз дейік. Рахмет. Жалпы жұмыспен қамту орталығымен 2017-21 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы іске асырылуда. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жұмыссыздарды, өздігінен жұмыспен қамтылғандарды және де басқа да біліктілігі жоқ тұлғаларды жұмыспен қамту болып табылады. Бағдарлама негізгі 3 бағыттан тұрады. Оның бірінші бағыты техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз ету, екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту және де үшінші бағыты халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. Қысқаша тоқтала кетсек, бірінші бағыты техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз ету. Кәсіптік біліммен біз 1 айдан 6 айға дейінгі мерзімде бағдарлама қатысушыларын осы қаламыздың оқу ұйымдарында оқытамыз. Яғни мемлекет тарапынан қатысушыларға 16.759 теңге сомасында шәкіртақы төленеді. Сонымен қатар, егер де қатысушы қала маңындағы аудандардан болса, оған бір реттік ыстық тамақ құны және де жол ақысы құны төленеді. Осы шарамен қамтылған 2018 жылы 581 қатысушы бар. Сонымен қатар техникалық біліммен 354 қатысушы қамтылған болатын. Ал 2019 жылғы жоспар бізде 585 адамды құрайды. Сонымен қатар техникалық біліммен 584 адамды қамту жоспарлануда. Негізінен біз осы жылы 29 мамандық бойынша қамтуды жоспарлап отырмыз. Ол мамандықтарды айта кетсек, ол кондитер, наубайшы, тырнақ жасау шебері, кірпік жасау, шаштараз, электромонтер деген сияқты жүргізуші, сол еңбек нарығында қажетті мамандықтар бойынша оқыту жүргізіледі. Қазір біз наурыз айынан бастап оқытуды бастау жоспарлануда, сондықтан жұмыспен қамту орталығына егер де оқығысы келген азаматтар жүгінсе болады. Жас шектеулігі жоқ. Жас шектеулігі жоқ. Яғни тек қана жұмыссыз болса болды, сізге бір қағаз тапсырады. Өзіне жұмыспен қамтыған және де осы бағдарлама қатысушылары айта кеткенде 29 жасқа дейінгі жастар болып табылады. Жастар 29 жасқа. Жастар, жастарды оқыта аламыз. Екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытының ішіне бастау бизнес кәсіпкерлік негіздеріне оқыту кіреді, гранттар және де микрокредиттер. Осы бастау бизнес жобасы шеңберіндегі оқыту, ол яғни бағдарлама қатысушыларын кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, қағидаларға үйрету және де соның ішіне бизнес жоспарды құрастыру, соған жәрдемдесу де кіреді. Одан кейін, бұл оқытудан кейін қатысушы микрокредит немесе грант алуға ие бола алады. Грант сомасы қазіргі кезде 100 айлық есеп көлемінде 252 мың теңге көлемінде беріледі. Бірақ та осы елбасымыздың 2019 жылды жастар жылы деп жариялағанына сәйкес, қазіргі кезде 29 жасқа дейінгі жастарға грант 500 теңге сомасында беріледі. Сондықтан 500 мың дейміз. 500 мың теңге сомасында беріледі. Керемет, жалпы енді жұмыс іздеушілер екші, жұмыссыз жандар қалай тіркеле алады сіздерге? Жалпы жұмыс іздеушілер ең алдымен жұмыспен қамту орталығында жұмыс іздеуші тұлға ретінде тіркеледі. Яғни 10 күн ішінде ол бізде жұмыс іздеуші тұлға ретінде тұрады, кейін ол жұмыссыз мәртебесіне ие болады. Егер де осы 10 жұмыс күні ішінде біздің мамандармен ұсынылған бос орындар оған ұнамаса, немесе орналаспаса, біз оны уақытша жұмыс орындарына жібереміз. Уақытша жұмыс орындарын атап кетсек, ол әлеуметтік жұмыс орындары бар, жастар тәжірибесі және де қоғамдық жұмыс орындары. Оларға да тоқтала кетсек, әлеуметтік жұмыс орындары жұмыс берушінің 35% жалақысын субсидиялай отырып құрылады. Жұмыспен қамту орталығымен, яғни жұмыс берушінің 35% жалақысы субсидияланады. Ол жұмыс берушілерден өтінімдерді қабылдау арқылы жүзеге асырылады. Жастар тәжірибесі ол арнаулы және кәсіптік жоғарғы оқу орнынан кейінгі түлектерге, ешбір мамандығы жоқ түлектерге жұмыспен қамту орталығы арқылы жарты жылға жұмыс ұсынылады. Яғни қаржыландыру 100% мемлекет тарапы есебінен, жұмыспен қамту есебінен бөлінеді. Егер де қатысушы өзін жақсы жағынан көрсеткен болса, ол
жұмыс беруші оны алып қалуы иә жұмыс беруші оны тұрақты жұмыс орнына қалдыруы мүмкін. Мысалы өзімді мысал ретінде айта кетейін, иә мен жұмыспен қамту орталығына 2017 жылы жастар тәжірибесі бойынша келген болатынмын. Одан кейін 4 айдан кейін тұрақты жұмыс орны пайда болған соң мен басшы мені тұрақты жұмыс орнына орналастырған болатын, ауыстырған болатын. Сондықтан жастардың әрине өзінің талпынысына байланысты болып тұрады. Иә. Осы қоғамдық жұмыс орны да уақытша сипатқа ие, 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімде ұйымдастырылады. Қазіргі кезде қоғамдық жұмыс орындарының жалақысы 42.500 теңге минималды төлемді құрайды. Осы жұмыс іздеушілерді осы уақытша жұмыс орындарына жібереміз. Жалпы керемет, ал жұмыс берушілер мен жұмысқа келушілердің арасында бір қиыншылықтар болып жатады ма? Сізде енді керемет жағдай орын алды, енді сіз енді қалып жатсыз, ал кері әсерлер бар ма, кері жағдайлар? Нақты айтқанда, былай атап айтатындай жағдай тіркелді ме? Қиыншылықтар болмайды, бірақ та жұмыс беруші тарапынан, мысалы еңбек өтілі деген сияқты талаптардың болуы мүмкін әрине, бірақ та нақты атап айтатындай қиыншылықтар жоқ деп айтуға болады. Жалпы бұл ретте жаңағы бағдарламалар айтып өттіңіз, оған өрлеу кіре ме жалпы, өрлеу бағдарламасы? Серпін бағдарламасы осы 2019 жылдан бастап кіреді. Жалпы біз қыркүйек айынан бастап серпін бағдарламасы. Серпін бұл студенттерге арналған. Иә. Ал өрлеу деген бағдарлама бұл анау тұрмысы нашар отбасыларға соларға көмектесіп бұл бағдарлама енбей ме? Бұл бағдарлама 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл бағдарлама атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасына ие болған. Иә. Атаулы әлеуметтік көмек бізде осы жұмыспен қамту орталығында көрсетіледі. Егер де көп балалы аналарға, жалғыз басты аналарға көрсетілетін көмек түрі осы сұрақ бойынша жұмыспен қамту орталығына жүгінсе болады. Жаңа серпін дедіңіз, е? Соған тоқталып өтсеңіз, ол не? Жаңа студенттермен қатысты ғой, е? Серпін бағдарламасы осы 2019 жылдан бастап енгізілген болатын. Осы қыркүйек айында 350 адамды оқыту жоспарлануда бұл бағдарлама бойынша. Және де бұл сұрақтар бойынша толықтырулар түседі. Иә, толықтырулар түседі. Керемет. Жалпы енді біздің көрермендерімізге айтарымыз, хабарласыңыздар көрермендеріміз, қажет мәліметтеріңізді ала аласыздар. Анау емес, жұмыспен қамту орталығының маманы келіп отыр. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде студиямызда қонағымыз жұмыспен қамту орталығының мониторинг бөлімінің маманы Наргиз Кашаева келіп отыр. Сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы жұмыссыздар Павлодар қаласы бойынша қаншама жұмыссыз қазір уақытта тіркелген? Жалпы айта кетсек, жыл басынан бері жұмыспен қамту органдарына 1500-ге жуық адам жүгінген болатын. Оның ішінде 800-ге жуық адам жұмыссыздар болып тіркелген. Соның ішінде қазір бізде 1 наурыз айындағы жағдай бойынша 1225 адам мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған болатын. Және де осы елбасымыздың жастар жылы деген сөзіне тоқтала кетсек, жыл басынан бері бізге 380-ге жуық жас азамат, 29 жасқа дейінгі азаматтар жүгінген болатын. Оның ішінде 340 адам осы мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған, яғни жастар тәжірибесіне, әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға жіберілген, және де 200-ден астамы тұрақты жұмыс орындарына орналастырылған болатын. Ал 2018 жылғы ақпаратқа тоқтала кетсек, біз 8252 адамды мемлекеттік қолдау шараларымен қамтыған болатынбыз, және де 6149 адамды тұрақты жұмыс орнына орналастырған болатынбыз. Жалпы менің білуімше, жұмыспен сіздерге жүгініп, бірақ жұмыста болмаған адамға ай сайын белгілі бір төленуде де? Ол композиттік төлем деп аталады. Жұмыс іздеуші бізде жұмыссыз ретінде тіркелгеннен кейін, ол 4 ай көлемінде жұмысынан айырылған жағдайда 4 ай көлемінде композиттік төлем алады. Ал егер де оның жұмыс орны таратылса, немесе ол өз жұмыс ұйымынан қысқартылған болса, бұл төлем 6 айға дейінгі мерзімге дейін де тағайындала береді. Ал осы композиттік төлемнің сомасы? Сомасы соңғы 2 жылдық зейнетақы қорына сәйкес төленеді. Керемет. Жалпы бос орындар туралы біздің көрермендеріміз қайдан біле алады? Жалпы бос орындар туралы біздің көрермендер Еңбек.kz сайтынан біле алады. Әрбір азаматтың бұл сайтқа кіруге мүмкіндігі бар. Еңбек.kz сайтында. Жалпы жәрмеңкелер туралы тағы айтып өтіңізші. Алдағы уақытта өткізіле ме?
Әрине біз жәрмеңкелерді ұйымдастырамыз. 2018 жылы осы жұмыспен қамту орталығымен 9 бос жұмыс орны жәрмеңкесі өткізілген болатын. Ал 2019 жылы бізбен 12 бос жұмыс орны жәрмеңкесі ұйымдастыру жоспарлануда. Жыл басынан бері біз 2 бос жұмыс орны жәрмеңкесін өткізген болатынбыз. Соның ішінде біреуі жаза өтеу орындарынан босатылған азаматтарға арналған жәрмеңке болып табылады. Бұл азаматтарға, бұл тұлғаларға біз дерек қорындағы бос жұмыс орындарды ұсынамыз, оларға сұхбаттар және де кеңестер береміз. Жалпы жаңа қояйын деген сұрағым, сіздерде мысалы қазіргі таңда біздің елімізде елбасының бастамасымен, қолдауымен көп балалы аналарға көп көңіл бөлініп жүр. Сіздерде мысалы қандай жұмыстар атқарылып жатыр бұл төңірек? Ол осы жоғарыда айтып кеткендей, атаулы әлеуметтік көмек саласындағы сұрақ болып табылады. Бұл сұрақтар бойынша барлық бұл сұрақтар бойынша жұмыспен қамту орталығына жүгінсе болады. Жалпы жұмыс берушілер көбіне қай саладан болып жатыр? Біздің жұмыс берушілерден кез келген салалардан өтінімдер келіп түседі. Оның ішінде экономикалық салаларда, педагогикалық салаларда, әлеуметтік салаларда, мысалы біз тіл мектептерімен жұмыс жасаймыз, атап кеткенде жеке сот орындаушылармен де жұмыс жасаймыз, әртүрлі салалардан. Керемет. Жалпы енді сұрағымыздың барлығына жауап беріп салдыңыз. Сұрағымызды білмей қалдық. Керемет. Жалпы келесі алдағы уақытта қандай тағы бір жаңалықтарыңыз бар ма, әлде бір жоспарларыңыз бар ма, бір атаулы шаралар өткізу деген сияқты? Осы жастар қазіргі айта кететінім ең бастысы 22 ақпаннан бастап жұмыспен қамту орталығымен мобильді жұмысқа орналастыру пункті жүзеге асырылған болатын. Бұл мобильді жұмысқа орналастыру пункті автовокзал, темір жол вокзалы, міне жуырда Сургут сауда үйі, сенбі күні ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде Манақбай сауда үйінің жанында орналасқан. Бұл мобильді пункттің негізгі мақсаты жұмыс іздеушілерді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу болып табылады. Яғни біздің мамандар бұл пункт арқылы жұмыс іздеушілерді өздері іздестіреді деген сияқты. Яғни қоғамдық жерлерде сіздер белгілі бір пункт қоясыздар. Ол арқылы мысалы 22 ақпаннан басталды дедіңіз, сол уақыттың ішінде жұмысқа орналасқандар бар ма жоқ? Әрине бар. Мысалы, сенбі күні өткізілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінің қорытындысына тоқталсақ, біз бұл жәрмеңкеде 100-ден астам адамды қамтыған болатынбыз. Оның ішінде 30 адам мемлекеттік қолдау шараларына қатысуға ниет білдірді, яғни кәсіби оқытумен қамтуға 18-ден астам адам қойдым нақты. Одан кейін тұрақты жұмыс орнына орналасуға бірнеше жолдама берілген болатын. Керемет. Жалпы жоғарғы оқу орындарда немесе студенттермен қандай жұмыс жасайсыздар? Жалпы жоғарғы оқу орындары дегенде бізде арнайы және кәсіптік орта ұйымдармен біз атап кеткендей бірінші бағыт техникалық және кәсіптік біліммен оқыту. Бұл бағыт бізде осы ұйымдармен тығыз байланысты. Себебі біз осы бағдарлама қатысушыларын бұл ұйымдарда оқытамыз. Ал жоғарғы оқу орындары дегенде бұл оқу орындардың түлектерімен біз тығыз жұмыс жасаймыз, яғни жастар тәжірибесіне жібереміз. Керемет. Жалпы біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгін менің анам туған күні, сол анамды құттықтан келіп тұр. Жақсы, сол 20 жасқа келіп отыр. Сол мамам аты Айгүл болды. Сол анама денсаулық, армасын, сол мамама әрқашан денсаулық, өмір ұзақ болсын. Сол мамаға бір сендерге рахмет, бір ән сұрайын, өтініш қойсаңыз. Керемет. Сіздерге рахмет, сәтті болсын күндеріңіз, жұмыстарыңыз. Керемет, рахмет. Рахмет сіздерге, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жалпы Айсұлу ханымды барша Елбес ұжымы атынан шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Жалпы енді Наргиз ханым, бүгінгі біздің эфирімізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көптен көп рахмет. Әлі талай бір алда бір жаңалықтарыңыз болып жататын болса, біздің студиямыздың есігі сіз үшін әрдайым ашық. Рахмет. Студиямызға келгеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет.